Шәкәрімнің лирикасына нәзік те терең психологизм тән. Қоғамтану, дүниетану түйсігі мен сыршылдығы басым келеді. Ашу мен аңсап өлеңінде ол сақтық, ұят, рақым, арамдық, надандық, сабырлылық, еріншектік, қайрат, ой, ашу, ынсап тәрізді философиялық ұғымдарға оралымды тіл, сөз өнері арқылы олардың адам қоғамындағы орны тұрғысынан аналитикалық талдау жасаған. Бұлар өзара от пен судай шарпысып, кейін тізгін бермей, бас асаулықпен арнасынан асып төгілсе де, ынсаптың шектеулі өлшемінен аспағаны жөн. Күрес тартыс, құбылмалы құбылыс табиғатқа қанша қажет болса, оның адам қоғамына да артықтығы жоқ. Кейде зиянынан пайдасы мол. Өйткені табиғатта да, адам қоғамында да оларсыз ілгерілеу, даму болмайды. Сапалық өзгеріс жасалмақ емес. Қозғалыссыз, ағыссыз жерде іріп шіру, азып тозу басталады. Жаратылыстану ғылымынан әмбебап, тіршіліктің заңын жете бақылаған ойшыл ақын дене мүшелерінің қызметінен де философиялық тұжырым түйеді. Тәтті мен ащының, жақсы мен жаманның ара қатынасын қалай пайымдау керектігіне меңзеген. Тән сезіп, құлақ естіп, көзбен көрмек. Мұрын иіс тіл дәмнен хабар бермек. Бесеуінен мидағы ой хабар алып, жақсы жаман әр істі сол тексермек. Батыс философтары, әсіресе Шопенгауэрдің философиялық көзқарастарына қанық Шәкәрім, өзіне дейінгі қазақ ақындары маңайлап бармаған жұмбақ есіктің кілтін қолына бірінші болып ұстаған. Өмір деген өлеңінде адам ғұмырының ең маңызды кезеңін дәл танып, қай кезеңнің қадірін жете түсіну қажеттігіне ден қойғызады. Үш-ақ түрлі өмір бар, бәрі демас. Бір рәуішті болады шалменен жас. Ең керекті дегенің ортаншы өмір, түгел қолың жетпейтін бір жанталас. Демек, қаусаған кәрілік пен олжыған жас ес тоқтатпаған есер шақты алып тастағанда, қалған аралық ғұмырыңнан пайдалысы. Ендеше, оның әр сағатын ғылым білім іздеп, артында адамдық атыңды қалдыруға ұқыпты пайдалан. Қапы жіберсең, өкініштің орны толмайды деген тұжырым айтады. Шәкәрім не нәрсені қозғаса да, адамның дене мүшелерін, мінез белгілерін, әрекет амалын, жердің сырын, желдің үнін, құстың әнін, адамның арман қиялын, мұңын, тіршілік кезеңдерін жеріне жеткізе жырлайды. Көңілі ауып, назары шалған нәрсені, құбылысты сырттан қызықтамай ішіне үңіледі. Сондықтан сурет, ой мен сезім бірегей өріліп, Шәкәрімнің қаламынан парасат пайымы күшті философиялық туындылар дүниеге келіп отырған.